энергетикаға тәуелсіздік қалай әсер етсе, менің өміріме де солай әсер етті. 90 жылдардағы кризис менің де жанұямның кризисі болды. 2000 жылдардағы тұрақтандыру, ол да менің семьямда да тура сондай жағдай болды. 2010-нан бері өрлеу кезеңде менің де семьямда, жанұямда осындай өрлеу уақытысы келді. 30 жылдық тәуелсіздігіміздің энергетиктер үшін 3 кезеңге бөлетінмін. 1991 жыл мен 2000 жылдың аралығының бірінші кезеңі, 2000 жыл мен 2009 жыл аралығының екінші кезең, 2010-нан 2020-ға дейін үшінші кезең деп. 1990 жылы біздің электроэнергиядан сұраныс халықтың 104,7 миллиард болды. Соның 87 миллиардын өзіміздің станциялармен шығардық. Енді 91 жылдан тәуелсіздік алған екен, энергетика саласында барлық салаға да қолдау басталды. Ең төмен шек бізде 98 жыл болды. Сұраныс 53 миллиард болса, өзіміздің генерация 49,2 миллиард болды. 2000 жылдан бастап тұрақтану кезеңі басталды. Энергетикадан көзқарас өзгерді. Жекешелендіру басталды. Табыс көзі екенін, бизнес көзі екенін түсіне бастадық. Жаңа кәсіпорындар ашылды. Электроэнергия саласын модернизациялау керек болды. 2009 жыл мен 2015 жылғы аралықта шектеулі тарифтер инвестицияға жұмсалатын жаңа программа ашылды. Сол программа арқасында біз Екібастұздағы бірінші кресте 8-ші блокта, 2-ші блокта жұмысқа қосылды. Мойнақ станциясы салынды. 2010 жыл мен 2020 жыл 3-ші кезеңде болды. Бұл өрлеу кезеңі. 2017 жылы Қазақстанның электроэнергия сұранысы 103 миллиард болды. Кризис аяқталып, өсу кезеңі басталып келе жатыр. Сонымен қатар жаңа станциялардың да салудың кезеңі жақындап келе жатыр. Біздің акционерлік қоғамның жоспары бойынша 23 жылы іске қосылу көзделіп отыр. Энергетикадағы болашағым атом электростанцияларын салуды деп білемін. Мынау әртүрлі қилы замандар өтеді, кетеді. Бәрі артынан өрлеу, өсу келеді. Қорықпаңыздар, болашақта бәрі жақсы болады. Біздің энергетика өседі, халықтың сұранысына жеткіземіз. Әрқашанда қиын заманнан кейін қой үстіне жұмыртқа алатын заман туады. Сондай заман келе берсін бізге.